1936 жылы мамырдың 18 жұлдызында Алматыда дүниеге келген. Арғын тайпасы Сүйіндік руының Айдабол атасынан шыққан. 1959 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің геология факультетін, кейін Горький атындағы әдебиет институтын бітірді. мың 1962-1971 жылдары Казахстанская правда газеті редакциясында бөлім меңгерушісі, Қазақфильм киностудиясы сценарийлік редакторлық алқасының бас редакторы, Простор журналының бөлім меңгерушісі. 1971-1981 жылдары Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, 1981-1983 жылдары Қазақ КСР кинематография жөніндегі мемлекеттік комитетінің төрағасы, 1983-1991 жылдары Қазақстан жазушылар одағының басқармасының бірінші хатшысы, Қазақстан Республикасы кеңесінің депутаты, Невада Семей қозғалысының төрағасы. Мы собирались сегодня в 4 часа здесь провести собрание книголюбителей. А потом увидели, что книга может и подождать, и пригласили людей, которые любят жизнь, которые хотят бороться за жизнь на своей земле. Последней каплей для нас стало последнее атомное испытание на полигоне под Семипалатинском. Вырвался газ, радиоактивный газ. Хотя специалисты говорят, что это благородный газ. Но в это очень трудно поверить, тем более, что если бы ветер подул в другую сторону, по расчету, считалось, что он подует в сторону Абаевского района. А он неожиданно подул в сторону военного городка. И поэтому стало известно, что газ все-таки неблагородный. И это облако заставило зашкалить все счетчики Гейгера. Туындыларын орыс тілінде жазады. Өлеңдері мен поэмаларының алғашқы жинағы 1961 жылы Арғымақтар атпен шыққан болатын. Содан бері адамға табын жеренді өлеңдер бүгінгі ТМД елдер халықтарының көптеген тілдеріне, шетел тілдеріне аударылып, жеке-жеке кітап болып бірнеше рет басылды. Олжас тілтанушы ретінде көбінесе көне түркі тілін зерттеді. Әсіресе шумерлер және шумер тілі туралы зерттеулері батыс ғалымдарының көне тіл үнді Еуропа тілдерінен бастау алады дейтін Қасан теориясына пәрменді соққы берді. 1975 жылы жарық көрген Аз Ия кітабы түркі және славян халықтарының ежелгі жазба ескерткіштеріне арналған. Тым-тым арғы, есте жоқ ескі замандағы ұлт пен ұлыстың тілі, әдет-ғұрпы, сөз болған бұл кітапты кейінгі зерттеушілердің тамаша қолғанаты, оқушылардың, қызығушылардың сүйіп оқыр ғылымнамасы деуге болады. Ядролық сынаққа қарсы Семей Невада қозғалысының Халық конгресі партиясының лидері, Қазақ КСР Абай атындағы мемлекеттік сыйлығын, сонымен қоса Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан меценаттар клубының Тарлан сыйлығының лауреаты, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі,
Октябрь революциясы, бірінші дәрежелі барыс, отан ордендерімен, сонымен қоса көптеген медальдермен марапатталған.